Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 10-шы сынып Python функциялар. Жалпы функция дегеніміз, ол бізде программа процесінде алдын ала таныстырылған атау бойынша шақырып орындалатын программаның тәуелсіз бөлігі деген. Функция 3 бөліктен тұрады: атау, аргумент и функция денесінен. Сонда Pythonда бүйтіп қарасаң, на самом деле барлығы функция деп айтуға болады. Процедура деген жалпы ұғым жоқ деп айтуға болады. Просто функцияның екі түрлі мәнінде болып тұруы. Біріншісі мәнді қайтаруында, екіншісі мәнді қайтармауында. Сонда мәнді қайтармайтын функция дейтін болса, ол бізге сразу процедура еске түсу керек. Сонда ол белгілі бір әрекеттерді орындау үшін арналған программаның тәуелсіз бөлігі, ал мынау функция белгілі бір есептеулерді жүргізу үшін арналған программаның тәуелсіз бөлігі деп айтуға болады. Мысалға, сіздер егерде былай түсіндіріп айтатын болсам, процедура мен функцияның айырмашылығы мынандай болады. Егерде бір такси шақыру керек болатын болса, біз Uber'ді ашамыз, таксидің А точкасынан Б точкасына баратын локацияны таңдаймыз и таксиді шақырамыз. Бұл бізде процедура, яғни бұл жерде белгілі бір әрекеттерді орындады. Ал егер де сол таксидің шыққан бағасы, сол таксидің яғни бірінші мен екінші точканың дейінгі баратын ара қашықтықты есептеу, яғни соның мәні керек болатын болса, ол кезде бізге керек нәрсе ол функция болады. Осылайынан түсіндіруге болады. Яғни өмірде процедура керек, және функция да керек. Екеуі сол үшін екі түрлі ұғым ретінде қарастыруға болады. Екеуінде жазылуы, екеуі де def деген кілттік сөзден басталады. И олардың барлығында екеуіне ортақ нәрсе атау, яғни аргумент немесе параметр и функцияның денесі екеуінде де бір нәрсе болып саналады. Сондағысы айырмашылығы, бұл жерде функция мен процедураның айырмашылығы, ол бізде нәтижелік мәнді қайтаруында. Сендер білесіңдер, бізде стандартты функциялар бар. Ол бізде print и так далее болатын болса, тура сондай сияқты функцияларды біз обычно кәдімгі қолмен жасауға болады, стандартты емес, пайдаланушы қылып. Енді былайдан оқиық. Атамұрадағы ережені. Pythonдағы барлық ішкі программалар функция деп аталады, бірақ олар екі түрлі болуы мүмкін: қайтып оралатын және қайтып оралмайтын мәндер. Сонда қайтып оралмайтын мәндер ол процедура болады, қайтып оралатын мәндер ол бізде функция болады екен. Сонда бүкіл ішкі программаны біз функция деп айтсақ болады екен. Ол менің сөзім емес, Атамұра кітабындағы айтылған сөз. Функцияның процедурадан өзгешілігі, функцияда әрқашан нәтижелік мәнді қайтарады. Нәтиже сан, символ немесе объектінің басқа түрі болуы мүмкін. Шақырылған функцияны орындалу аяқталғаннан кейін оны шақыру нүктесіне қайтарылады. Қайтып оралатын мәнді шақырылатын отырған функцияға беру үшін return сөзі қолданылады. Ағылшын тілінен қайтару. Return операторы келесі әрекеттерді орындайды. Returnның негізі үш ерекшелігі бар. Ол return ол сөзінің оң жағындағы өрнекті есептейді, тура print сияқты. Функцияны орындауды тоқтатады. Функцияның нәтижесі ретінде есептелген өрнектің мәнін қайтарады екен. Сонда былайынан алатын болсақ, бүйтіп алуға болады. Def, мысалға, какой-то бір екі саны кішісі деген бар еді, дұрыс па, кіші А. Біз былай жазатын процедура бойынша, егер А кішкентай болса Б-дан, онда print А деп жазатын ек. Ал енді else print Б деп жазатын ек, дұрыс па? И шақырған кезде біз кіші, мысалға 2 мен 5, 2 түр 5 деп беретін ек та, сол кезде бізге осы 2 мен 5-ін кішісін экранға шығарып беретін еді. Ал енді егерде біз енді осыны функция айналдыратын болсақ, уже бізде return сөз қолданылады. Return А, и мына жерде return Б. Егер мынау орындалатын болса, уже мынау орындалмайды, яғни функцияны осы жерде аяқтайды, мынаның мәнін қайтарады. И бізге кіші деп беретін болсақ, осы жерде уже ошибка болады. Себебі біз ол нәрсені, яғни кіші деген мәннің ішіне қайтарды, бірақ біз оны экранға шығармадық. Ошибка дегенде ошибка емес, просто S тең деп кіші дейтін болсақ, уже экранға нәтиже керек болса, біз S-ті шығара саламыз.
Сонда бұл процедурадан ерекшелігі, бұл мәнді қайтарып береді. Бұның міндетінде экранға шығару кірмейді. Экранға шығару шығармау уже сенің келесі міндетің ретінде қарастырылады. Сразу экранға шығару үшін осы принттің ішіне жаза саласың. Яғни процедура мен функцияның айырмашылығы, екі айырмашылығы бар. Біріншісі ол ретурнның болуы, екіншісі біз міндетті түрде нәтижені көргіміз келсе, біз оны принттің ішіне жазу керекпіз. Ал процедурада бізге принттің ішіне жазу қажет емес, жай ғана кіші деген жерге жазсақ, принтсіз ақ жазсақ, экранға өзі шығарып беретін еді. Олай болса, былайынан алайық. Так, функцияны есептеледі. Так, одан кейінгісі n арманды қарайтын болсақ, бүйтеді. Python тілінде ішкі программалардың екі түрі бар: процедура және функциялар. Ортақ белгілермен сипаттай отырып, біз ішкі программа терминін қолданамыз. Егер мәтінде процедура немесе функция термині кездессе, онда бұл ақпарат тек бір ішкі программа нақты түріне, яғни процедура немесе функцияға тән болады. Функция атауы бар программа барысында шақырылатын программа бөлігі. Функция шақырылғанға дейін анықталған болу керек. Функцияның процедурадан айырмашылығы мәнді қайтаруында. Функцияның мәнін қайтару үшін бізде не қолданылады? Return операторы пайдаланылады екен. Функцияны шақыру оның атын жазып, мәнді шығарумен аяқталады. Python тілінде функцияның жазылу синтаксисі ол def, функция аты, жақшаның ішіне параметр и өрнектер жазылады екен. Функцияның тақырыбынан кейін жабылған жақша қос нүкте аяқталады. Одан кейін тап бір нәрсе, яғни шегініспен жазамыз. Функцияға атау бергенде, айнымалыға атау бергенде алдымен функцияның аты латын әріптерімен жазылу керек. Параметрлер тізімі функцияға берілетін мәндерден тұрады. Бұл параметр үтір арқылы жазылады. Python тіліндегі функциялардың бір бөлігі тілдің синтаксисінде пайдаланатын кіріктірілген функциялар болып табылады. Оларға мысалға int input, rand int, print қызметші сөздерін жатқызамыз. Кіріктірілген функциялардың негізі екі топқа бөлуге болады. Ол символдармен жұмыс жасайтын функциялар, ort, char, len, и математикалық функциялар бар: abs, abs, round, diffmod, pow, max, min, sum деген сияқты. Енді сандардың қосындысын есептейтін функция берілген. Осы жерде осы нәрсені экранға біз не істеу керекпіз? Шығару керекпіз. Давайте просто бұны сандардың қосындысын есептейтін программаны мына жерде жазсақ. Мен sum dig десемші. Или digit деймін ба? Dig деме қойын. Так, n sum digit дей салайын. Сөйтемді while n тең емес 0-ге, s қосу тең n% 10, s тең 0, сөйтемді n тең 10 деймін да, и соңында return s деп бере саламын. И принтқа мысалға sum digit и 1045 деген сөзді берсем, экранға 10 шығу керек. 4, 5 и 1-дің қосындысы бізге 10-ды береді. И бұл принципе мәнді қайтарады екен. Келесі мына мысалды алатын болсақ, мына жерде 10-дық санау жүйеден 2-лік, 5-лік санау жүйе, 7-лік санау жүйесіне ауыстырылған. Осы жерде функцияның атауы convert, мына жерде параметр a, n мен b, осы жерде локальды переменалар s пен p, ал сүйетті бияққа қарай шыққан кезде s бізде не болады? Жаһандық болып кетеді. Мәнді қайтарушы айнымалы болады бұл. x тең int input, конвертация x-ті 2-ге ауыстырады, 33-ті 2-ге ауыстырды, и мән алады. И осы жерде мән беретін нәрсе сәл басқаша істелінген. Яғни біз обычно процент 2 деп и процент бүтін бөлігі 2 дейтін болсақ, бұл жерде жазылуы негізі өте күшті жазылған деп айтуға болады. Осыны өздеріңізге қалдырдым. Ерінбей, не үшін олай болып жатыр, тачировкадан алған кезде неге ондай болып жатыр деген сұраққа жауап берулеріңіз үшін. Енді ауқымды айнымалы мен жергілікті айнымалыны уже қайта-қайта айтып естедім. И осы жерде маңызды нәрсе, қайтадан оралып айтамын, параметрлер мен аргументтер өте қатты керек ОБТ-да. Параметр ол бізде a мен b айнымалысы. Егер біз функцияны шақырған кезде қолданатын айнымалы болатын болса, ол кезде уже бұл аргументке айналады.
И функцияның атауы данный момент бұл жерде матем, и бұл жерде функция емес, бұл жерде не? Процедура. Оны қаяқтан біліп тұрық? Біз return сөзі жоқ болғаннан кейін білдік. И бұл қай кілттік сөзінен басталды? Бұл def кілттік сөзінен басталды. Осы жердегі жергілікті переменналар ол бізде a, b, және жаһандық айнымалылар ол бізде num1, num2. И негізгі программа бізде 1, 2, 3, 4, 5 қатардан басталады екен. Ішкі программа атауы матем, ішкі программаның түрі бұл процедура и так далее. Осылайынан сипаттайды екенбіз. Одан кейінгі тағы да бізде функция егер өзін-өзі шақырса, оны рекурсия деп атайды. И функция атауын андай def демей-ақ беруге болады. Ол үшін бізде анонимді функциялар пайдаланылады. Анонимді функциялардың атауы бізде лямбда функциялар деп аталады. Олар мысалға мынандай fun1 lambda x и сразу жазып кете береді, сипаттап кетеді. Осылайынан жасауға болады екен. Бұл жерде только бірақ кітапта тоқталғандықтан бұған қатты тоқталмай қойсам деп шештім. Так, олай болса, бітейік онда. Олай болса, біз практикада кездесейік, сонымен практикада осылардың есептерін шығаратын боламыз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған информатика ғой. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.